Оразаның уақытында жалпы түкірікке тоқталатын болсақ, біз сілекейіміз аузымызда, адам жаңа жұтынбай тұра алмайды. Үнемі жұтынумен жүреміз ғой. Ал енді ауызы толтырып әдейі жұтынуға ол бұл дұрыс болмайды. Ал аузымызда бір бидайдың жаңа айтқанда дәніндей бір зат болса, ол асқазанға түсетін болса, ол оразаны бұзады. Сондықтан да сондай нәрседен біз барынша сақтануымыз керек. Сондықтан да жаңа біле тұра жұтынған кезде сондай бір заттар кетіп қалатын болса, ол оразамызды бұзылуына себеп болып қалады. Ал енді оразаның уақытында сәресіне тұра алмай қалуға келіп тоқталсақ, сәресіне тұра алмай қалсақ, ары қарай ниет қылып оразамызды жалғастыра береміз. Тұра алмай қалып жатсақ, енді ол әдеттегідей күнделікті әдет қылуға болмайды. Өйткенде пайғамбарымыз не дейді? Шындығында дейді, таң сәрідегі сәресін ішіп жеу, онда береке бар дейді. Тісті жуғанда енді бұл жерде тек қана мисвак қолданған дұрыс. Жаңа қазіргі қоспасы бар, жаңағы ауызды шаятын заттарды оны ауыз ашқаннан кейін қолданғанымыз дұрыс болады. Оразаның уақытында емес. Тіс тазалауды ауыз ашқаннан кейін немесе ауыз бекітпей тұрып жаңағы таң сәріде қолданғанымыз дұрыс болады.